Жылауық құрттан кеселінен сақтаныңыздар. Жылауық құрт адам мен жануарлар ағзасына құрт қоздырғышы эхиноз таспа құртының түсуінен пайда болатын дерт. Ол көбінесе аңдар мен ауыл шаруашылығы жануарларынан ит, мысықтан жұғады. Көзге әрең көрінетін жылауық құрттың ұзындығы 2 мм-ден 1 см-ге дейін болады. Олар иттің, қасқырдың, түлкінің аш жегінде өсіп өнеді. Солардың дәреті арқылы суды, шөпте жерді ластайды және қоршаған ортада ұзақ уақытта өсу қабілетіне жоғалтпай сақталады. Бұл құрттар адам ағзасына аң терілерін пайдаланғанда, сойылған малдың жылауық құрттың ұясын орналасқан ағза мүшелерін ұстағанда және ит мысықты ұстағанда қолға жабысады. Қолды жумай тамақ ішкенде, бұлақтар менен өзен суларын қайнатпай ішкенде ағзаға түседі. Асқазанға түскен жылауық құрттың қоздырғышы сыртқы қабығынан айырылып ішек қатпаларына енеді. Содан кейін әрі қарай қан тамырларына түсіп, бауыр, өкпе, бүйрек, ми және басқа да ағзаларға ұялайды. Уақыт өткен сайын ұялаған жерде жылауық құрт өсіп өне бастайды. Нәтижесінде адам өміріне қауіп төндіреді. Тазалық мұқият сақтаған жерде бұл ауру болуы мүмкін емес. Көп жылғы тәжірибеге қарағанда бұл ауру мал шаруашылығымен айналысқан адамдар арасында жиі кездеседі. Аталған аурудың таратушы көздері жабайы жануарлар ит, мысық екенін жоғарыда айтып өттік. Бір ауру итке 200 мыңға жуық жылауық құрттың қоздырғыштары болады. Ал сырқат ит күніне қоршаған ортаға, яғни үйдің айналасына, аулаға, тағда басқа жерлерге мыңдаған жұқпалық жылауық құрт қоздырғыштарын шашады. Олар шөптер мен су арқылы малға, тамақ пен су арқылы адамдарға, әсіресе ит, мысық пен көп ойнайтын балаларға бұл кеселдің жұғу қаупі жоғары болып келеді. Иттерді бұл аурудан сақтандыру жолдары қиын емес. Ол өлген малдардың етін, үйде сойылған малдардың жылауық құртымен білінген ағза мүшелерін, өкпе, бауырларын ит, мысықтарға жегізбеу, өртеп жіберген дұрыс. Тазалық денсаулық кепілі. Сондықтан да барлық жерде тазалық сақтап, өзімізге және айналамыздағы адамдарға, балаларға жылауық құрттың кеселін айтып, оны ескертіп, тазалық сақтағанымыз жөн. Мен Нахан Бекзат осындай кеңестермен бөлісемін. Видео ұнаса лайк басып, тіркеліп, комментарий ағып өз пікіріңізді жаза кетіңіз.